Армысыздар, ардақты ағайын. Құрметті Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары, оқушылары және ата-аналары. Сіздерді келіп жеткен Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл егеменді еліміздің мәртебесін арттыратын ең ұлық мереке. Оны бағалай білу, оның құндылығын өзге өскелең ұрпаққа жеткізу бүгінгі буынның негізгі борышы мен парызы деп ойлаймын. Себебі біз үшін Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінен асқан құндылық жоқ. Осы ретте тұңғыш президентіміз Қазақстан Республикасы мемлекеттілігінің негізін қалаушы, әлемдік деңгейдегі тарихи тұлға, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың теңдессіз еңбегін атап өткім келеді. Еліміздің әр азаматына бақыт пен береке тілеймін. Елдігіміздің еңсесі биік, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Туған отанымыз Қазақстан өркендей берсін. Осы жолдағы ұстаздарымыздың ерең еңбегі жемісті болсын. Келіп жеткен мереке тағы да құтты болсын.